дәмі тіл үйіретін нан салманы міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Ол үшін ең алдымен біз қамырын елеп аламыз. 1 кесе су қажет, қайнаған су болсын, қайнаған суып қалған салқын су болады, шәйнектерде қалған вот сондай су болсын. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды көбірек салыңыздар, себебі оның өзіне тұзды тартып алады. Мен жұмыртқасыз істеп сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Менде ұн дани нан. Осы тұзымызды ергеннен кейін осылай қамыр илеп аламыз. Осылай илеп алып, мен жарты сағатқа июі қанғанша қойып қоям. Осылай бетін жауып, оға дейін мен осы бір сәбіз, 2 картошка, 3-4 болгар және пияз, етімді дайындап аламын. Осылай барлығын кубиктап турап шығамын. Турап шыққаннан кейін, содан кейін қазанымызға майымызды құйып, ең бірінші етті жуып алғаннан кейін қызған майға етімізді қуырамыз. Әдемілеп қуырып аламыз. Одан кейін пиязымызды саламыз. Пиязымызды қатты қуырып жерге болмайды. Кішкене тамақта көрініп тұрған түрлі болған әдемі болады. Сол себептен қатты қуырып жібермеңіздер. Өз формасын сақтап тұрсын пияз. Пиязды қуырып болғаннан кейін сәбізді саламыз. Сәбізді де қуырып, осылай үшеуін бірге араластырып жақсылап қуыратын боламыз. Екі зубчик дейміз ғой, 2 тісін чеснок саламыз. Дәмі келтіру үшін, әдемі болып шығу үшін. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Одан кейін осы болгар бұрышын саламыз. Менде осы жасыл, қызыл, разноцветный болған өзіме ұнайды. Сосын осыларды салдым. Одан кейін бір үлкен қасық томат, немесе сіздер помидор, яғни қызанақ салсаңыздар да болады. Одан кейін қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды дәміне қарай саламыз, тұз саламыз. Одан кейін су құямыз. Суды біз салмасын салдық қой, осы ет, сәбіз, болгар бұрышын, соның барлығы сумен жабылып тұру керек. Міне осындай болып тұру керек. Бұл кішкене қайнайды, тартылады өзінің формасына, яғни әдемі кішкене қоймалжыңдау, қоюлау болады. Вот сондай формада болады, өте әдемі болады. Мен картошкамды да салдым. Енді жақсылап бір қайнатам, сосын жай отқа қойып жақсылап пісіретін боламыз. Ал енді қамырымызға көшейік. Қамырымыз жаңа бір илеп қойғаннан кейін тағы да илеп осылай өзінің формасына әдемілеп келтіреміз да, оны да бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді сіздер дәміне қарай осындай зелендер салсаңыздар болады. Мен укроп қосқан жақсы көрем, укроп салдым. Енді қамырымызды жайып, осылай алдымен ұнымызды сеуіп алып, қамырымызды әдемілеп жаятын боламыз. 5 бармақтың қамыры сияқты қылып жаямыз, бірақ кішкене одан жұқалау қыламыз. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Дәл 5 бармақтың сияқты осылай кесеміз. Мен енді осы способты осылай жасаймын. Әркім енді өзіне ұнаған бойынша жасауға болады. Мен осылай жасаймын. Кескеннен кейін 2 ұшын бір-біріне қосамын да, солай тураймын. Видеода көрсетілгендей қараңыздар. Кесіп болғаннан кейін міндетті түрде осылай қолдарыңызбен арасын ашыңыздар, жабысып қалмау керек. Міне қараңыздар, 2 ұшын осылай қосамын, осылай аламын, тағы да осылай бұраймын, сонымен міне осылай кесе берем. Өте оңай, формасы да әдемі болады, біркелкі болып шығады.
Тез барлығын осылай турап алып, ашып, осылай қойып қоямыз. Қайнаған суымызға, міндетті түрде қайнап тұрған суымызға міне барлығын жаймен саламыз. Қайнаған суымызға тұз салуды ұмытпаңыздар. Дәміне қарай тұзын салып, осылай жақсылап қайнататын боламыз. Бетін жауып қоям. Қарап тұрамыз, чтоб тасып кетпеу үшін. Оны 15 минуттай қайнатып алдым, міне уже пісті. Мен бешбармақта да, осындай нан салмада да міндетті түрде астына кішкене подлив құям, чтоб қамырлар жабысып қалмау үшін. Осылай легенге, енді біз оңтүстікте леген дейді, осыған құйып алдық. Одан кейін мені қамырды алу үшін ең бастысы мұздай су үстінен құйып, одан кейін барып қамырымызды аламыз. Міне осындай әдемі болып шығады. Енді дәмі керемет. Осылай қыздар. Қамырымыздың барлығын легенге салып, одан кейін подливымызды салып, зеленмен әсемдейміз, отбасымызға береміз. Дәмі өте әдемі болады қыздар, шын айтам, жасап көріңіздер. Және де менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, және де лайк басып кетіңіздер.